қазір мына бір крылышкиді духовкаға келмес осындай қысқа табан дейтін қасқа шықтық бірақ мән бермейміз. Нормальный табақ, күшті істейтін табақ. Көп май құймаймын. Қысқа оливка майым бітіпті ғой, қысқылдаған. Короче, көп май құймаймыз. Осы тауықтарды жуып жіберіп салатын боламын. Шошып кетті ғой еще. Закипит. Соевый соус. Не, любой не закрываю, но соевый соус обязательно құям. Сосын бальзамический мына бір соус крем. Осыдан басқа түр, осыны ұнамайды, маған басқа түрін алдым. Бұны да қолданып тастаймын. Осыны да қолданып тастаймын, өйстіп. Және приправа, именно окраске арналған. Приправаны саламыз. Молырақ. Сосын борщымызды саламыз. Осылай запекать етіп қараңдаршы, күшті шығады ғой. Тұзын сал қызым. Берем. Тұзын саламыз осылай. Аз болып кетсе ничего, главное көп болып кетпесін. Тұз кері салуға болады тұзды. Және де сразу осылай су құямын. Не зат істеп жатыр деп анау негатив жазбаймыз, бірақ астын ашамыз осыдан кейін. Күшті шығады. Попробуйте. Бетін жауып қоясыздар. Осылайынан бір 15 минут піседі. Қазір шығып бастағанда астын азайттайсыздар да. Сосын тағы 5 минут бұқтырасыздар, ауыстырып, қазір көрсететін болады. Содан кейін күшті шығады, кәдімгі прям сочный болады. Короче, мне прям что уже пісіп қалып жатыр, нарандар. Уже сырты бұлпылдап. Қазір осының ішіне еще кәшкемізді пісіреміз. Уже бұқты пісті. Қазір кепет қарғадым. Қазір сочный болып қалды. Сол сковородкада духовканы бүлдірмей-ақ осылай. Күшті болып жатыр. Егер не істемей жатса, тағы да кішкене су қосып жіберсеңіздер болады. Кішкене ғана су қосып жіберіп, дәмін